Окунь так, она дала на листья. Астанада түс уақыты. Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Армысыздар, Авторадио Қазақстанда жаңалықтар, микрофон алдында Мақсат Раджолы. Алматыда ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді деп хабарлады Тенгриньюс агенттігі. 9-10 қарашада сағат таңғы 8-ден 17:00-ге дейін Алматыда кеңейтілген ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді. Жәрмеңкеге Жамбыл облысы мен Алматы ауыл шаруашылық өндірушілері қатысады. Ауыл шаруашылығы жәрмеңкесін өткізуге байланысты Сәтбаев көшесінен Уәлиханов көшесінен Достық даңғылына дейінгі бөлігінде 8 қарашада сағат 20:00-ден 10 қарашада 20:00-ге дейін жабылады. Жәрмеңкені өткізу кезінде нөмірі 45, 95 және 121 бағыттың сызбалары өзгереді. Жабылатын учаскені айналып өту Абай даңғылы бойынша жүргізілетін болады делінген хабарламада. Қарағанды облысындағы Абай шахтасынан 155 кенші эвакуацияланды. Оған шахтада жарықтың өшіп қалуы себеп болған. Ауысымда болған 155 адам қауіпсіз түрде жер бетіне шығарылды деп хабарлады Қармет. Компанияның хабарлауынша қазір электр энергиясы қалпына келтірілді. Шығыс Қазақстанда сарбаз көз жұмды. Бұл туралы шекара қызмет хабарлады. Алдын ала ақпарат бойынша ол өз-өзіне қол жұмсаған. Сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр. Рудныйда жылу құбыры жарылды. Жер астынан атқылап жатқан ыстық судың видеосы жергілікті Наша газета сайтында жарияланды. Апат болған аймаққа жақын үйлер түн ішінде жылусыз қалған. Мемлекетке тағы да 525 миллиард теңге қайтарылды. Бұл туралы активтерді қайтару мәселелері жөніндегі комиссияның кезекті отырысында белгілі болды. Бұл қаражат қайда жұмсалады? Атап айтқанда, Арқалық қаласында дарынды спортшы балаларға арналған 120 орындық спорт кешенін салуға, Астанада тірек қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған оңалту орталығын салуға, сонымен қатар Алматыда ерекше қажеттілігі бар адамдарға арналған 400 орындық жаттығу орталығын салуға жұмсалады. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы 1 сағаттан кейін. Мақсат Раджолы, Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл, Қостанай мен Көкшетауда -9, Павлодар мен Екібастұзда -3, Түркістанда 4 градус жылы, Шымкент пен Таразда 8 градус, Қызылорда мен Атырауда 4, Ақтауда +10, Ақтөбеде -3, Орал, Семей мен Өскеменде +1, Қарағанды мен Теміртауда 3 градус суық, Жезқазғанда -4, Балқашта 1, Талдықорғанда +4, Астанада -6, Алматыда +6. Авторадио. Тек алға қозғалыс.